Сәлем достар бәріне, бүгінгі менің бейнебаянымда мен сіздерге тональный кремді қалай дұрыс жағудың әдісін көрсетемін. Менімен бірге болыңыз. Ең алдымен макияж жасауды бастамас бұрын бетті жақсылап ылғалдандырамыз. Ең алдымен мынандай крем для кожи вокруг глаз дейді. Көз маңайындағы теріге арналған кремді жағып шығамыз. Одан кішкене ғана керек, мына кішкентай саусақты екі көзге жеткіземіз. Көздің астына дұрыстап массаж жасап жағып шығамыз. Дұрыстап сіңу үшін өстіп біраз шапалақпен ақырындап прихлопывающий движение дейді. Солай жасаймыз. Келесі ол сыворотка увлажняющая. Менде Optimals. Және де бұндай қалай айтсам болады, ылғалдандыруға арналған кремдерді тек қана оригиналдарын қолданған жөн. Мен өзім Oriflame компаниясына сенемін. Себебі ол жердегі кісі, осының барлығын жасап шығаратын кісі, ол 20 жыл бойына адамның осы терісін зерттеген екен. Сондықтан мен оның жасаған тауарларына сенемін. Және де менің де бетім осы кішкентай кезімнен бастап, яғни 13 жасымнан бастап осы кремдердің Oriflame продукциясымен ғана қолданып келемін. Акне жазылды және менің терімнің қазіргі жағдайы маған өте ұнайды. Бұдан кейін негізі ары қарай күндізгі кремді жағу керек, бірақ ол менде бітіп қалды. Және маған сыйлаған сол кремді жағамын. Ең бастысы осы бетімізде сондай жақсы ылғалданған сондай база дейді. Сол базаны жасау керек. Креммен мен өте көп қолданбаймын. Осындай кішкентайдың. Ал ең алдымен қолымда жасаймын. Себебі көп болып кетеді кейде бұл крем. Сосын былай. Мына бетімнің мына жеріне жақпаймын. Көбінесе мына жеріне. Сосын былай. Сосын мына кремді қолыма жағып аламын. Сосын уже беттің ортасына қарай жаға бастаймын. Яғни бетте жаңағы тональный крем жақсы жағылу үшін бізге беттің үстін, яғни терінің үстін өте жұмсақ қылдыру керек. Дұрыстап жағамыз. Мойынға да жағып жіберуге болады. Ал енді келесі ол праймер. Міндетті түрде праймер жағасыздар. Мен қолданатын мынандай Novage праймер. Сүйікті праймерларым бірі ол міне Art Visage. Art Visage тоже күшті праймер. Бірақ бүгін мен осы Novage'ды қолданғым келеді, себебі бұның құрамында мына поры дейді ғой, беттегі дыркалардың барлығын жауып шығатын зат бар. Және ол сонымен бірге емдейді. Бұдан да көп алудан қажеті жоқ, кішкене ғана мінекей. Осыны түгел бетімізге жағамыз. Жаңағы крем бәрін ылғалдандырғанның арқасында праймерлар өте жақсы жатады. Бұны көзге де ақырындап жағып шығуға болады. Бірақ енді көп емес әрине. Ең бастысы осы бетте әдемі бірыңғай слой жату керек. Енді келесі мына көздің астында менде әрине қатты емес, бірақ егер сіздерде бар болса, міндетті түрде осындай түсті корректорларды қолданасыздар. Оны мен Estrada компаниясынан қолданамын. Ұнайды маған. Көздің астындағы қарадақтарды жою үшін мынандай персиковый дейді. Персиковый түсті былай жағасыздар. Тек қана оны түгел көздің астына былай жағудан қажеті жоқ. Міне мына үшбұрыш жасау керек. Осындай үшбұрыш жасайсыздар. Біраз күте тұрасыздар. Жаңағы мына
түсті корректор терімен бірге дұрыстап ұстанып үлгеру керек. Сосын бұл түсті корректорды мынандай кисточкамен, шашақпен жағып шығамыз. Кисточканы қатты баспауға тырысамыз. Болды, бұны жағып болды. Енді келесі қадамымыз ол тональный крем. Тональный крем менің қолданатыным ол менің сүйікті Giordani Gold'тан минеральная тональная основа дейді. Соны жағамын. Маған ұнайтыны бетті әрлеумен қатар бетке қарайды, яғни ухаживание. Бұның құрамында өте көп минерал бар, және сол минералдар әсіресе прыщиктар бар теріге өте жақсы көмектеседі. Енді бұдан көп алудан қажеті жоқ, максимум 1-2 осындай нажатие. Сосын оның үстіне бұл менде біраз қаралау түсті болғандықтан, бұл мен жазда жағатын түсім. Мен оның үстіне мына Faberlic'тан комфорт, абсолют комфорт дегенді қолданамын. Себебі мынаның түсі өте аппақ, фарфор, слоновая кость деседі. Сондықтан мен бұны бір түсті корректор ретінде қолданып, оны да бір басатындай қылып былай өсіп жасаймын. Сосын оны кисточкамен араластырамыз. Кисточкамен де арнайы тональный кремдерге арналған кисточка. Сонымен дұрыстап түсті араластырамыз міне. Біздің бетімізге өте жақын түсті алуға тырысып, оны алған соң бетімізге осындай қимылдармен әрбір жеріне жағамыз. Енді келесі бізге beauty blender керек. Спонжик дейді. Бұл спонжиктардың да бірнеше түрлері бар. Оларды міндетті түрде ылғалды қылып қолдану керек. Міне, осындай өте жұмсақ болу керек, олар қатты болмау керек. Сосын, міне, аламыз да ақырындап. Бұлай жақпаймыз, бетке кіргіземіз осы тональный кремді. Міне, бұлай. 1, 2, 3 деп. Басамыз, шығарамыз, басамыз, шығарамыз өстіп. Енді соны өте жылдам жасаймыз бұлай. Яғни сүртудің қажеті жоқ бұлай. Басу керек. Блендермен жұмыс істеуге уақытыңызды аямаңыз. Мына маңдайдағы шаштың арасына әрине біраз сүртіп былай шығарып жүруге болады. Бірақ сонда да ұратын іс-қимылдарды жасап, шаштың да арасымен мына терінің арасында ешқандай түстердің айырмашылықтары болмас үшін жақсылап жасап шығасыздар. Көздің де үстіне осы тональныйдың, мына спонжикта тональныйдың қалдықтары қалады. Соны көздің астына да жағып шығамыз. Көздің астына, көздің үстіне. Көрдіңіздер міне? Менің бетімнің түсі мойнымның түсімен бірдей болу керек. Егер сіздерде тональный кремдеріңіз онымен бірдей болып қалмаса, онда мойынға да жағып жібересіздер біраз. Ең бастысы мойын мен беттің арасындағы түстің қатты айырмашылығы болмау керек. Ал енді тональный кремді біттік жағуды, келесі бізде корректор болады. Консилер болады. Консилерді мен The One-нан қолданамын. Сол жаңағы Alan Mavonның компаниясы Oriflame. Мен өте көп консилерларды әрине көретін, бірақ осы консилердің түсі, бұның жасайтын эффектісі маған өте ұнайды. Сондықтан мен оны ғана қолданамын. Көздің астына, міне былай көрдіңіздер ме, жаңа
түсті корректорды былай үш бұрышына ғана жақсақ, мына корректорды біз түгелмен көздің астына былай жағып шығамыз. Сосын былай маңдайға. Сосын міне не дейді мынаны, иек дейма, подбородок дейма. Вот осы подбородоктың көріп тұрсыздар ма не? Мына жерде менде яғни шығып тұрғаны бар. Сол шығып тұрған жердің тағы да біраз ашықтандырамыз. Бұл консилердің жалпы мақсаты неде? Неге біз оны жағамыз? Бұны біз жағамыз себебі бетке біраз пішін келтіру үшін. Мысалы, тональный кремді жағып қойдық, бәрі теп-тегіс болып қалды. Енді қазір біз контуринг жасаймыз. Ол контурингтің арқасында бетте арнайы мынандай выпуклые дейді, пішіндер шыға бастайды. Мысалы, мына жерді кет ішіне кіргізу керек, мына жерді сыртына шығару керек деген сияқты. Осы оның мақсаты. Бұны негізі осы консилерді жаңағы тональный кремді жаққан кисточкамен жаға беруге болады. Ақырында бұлай жағамыз. Бірақ ең бастысы, бұларды жағып отырғанда өздеріңіз қарап отырасыздар. Яғни, мына слой дейді ғой, чтобы тортик болып қалмас үшін. Осыны өздеріңіз дұрыстап, қарап, мөлшерін дұрыстап отырасыздар. Мөлшерін қадағалап отырасыздар. Міне, жағып болдық, енді үстінен тағы да мына бьюти блендермен өтіп шығу керек. Бәрін бір келкі, бір-біріне блендер деп бекер айтпайды ғой. Бәрін бір-бірімен араластырып, бетте ешқандай жаңағы тортиктің эффекті қалмау керек. Мінеки. Енді егер сіздерде әрине контурингті, яғни мына қара түстер сіздерде сұйық болса, онда әрине қазір жасап тастаған жөн. Қара түсті консилерлерді жағып бастаған жөн. Бірақ менде контурирование құрғақ түстермен өтеді. Сондықтан мен бетімді ең алдымен пудрамен, жаңағы бүкіл тональный кремді жаққанымды пудрамен нақтылап шығамын. Пудраның жалпы мақсаты ол беттің, яғни майлығын алып тастау емес, осы жаңағы біз жаққан тональный крем, консилер, солардың барлығын нақтылау болып келеді. Орнында қалдыру. Пудраның негізі екі түрі бар, ол мынандай престелген пудра және ұнтақталған пудра. Негізі ереже бойынша макияжды жаңа жағып болған соң міндетті түрде ұнтақталған пудраны қолдану керек. Ал сосын кейін күнде, мысалға, жұмыста, мектепте, университетте, онда уже мына престелген пудраны қолдану керек. Ал енді пудраны жағу үшін мынандай жұмсақ және үлкен шашақты қолданамыз. Сосын біраз аламыз мына пудрадан. Сосын көрдіңіздер ме, қаншамасын қағып шықты. Енді бетке былай сүртіп емес, ақырындап мына бьюти блендер сияқты былай басып, көтеріп, басып, көтеріп, басып, көтеріп, сөйтіп жағу керек. Ең алдымен көздің малайын. Сосын Т-зона дейді. Т-зонаны жағып шығамыз. Және келесі қалған беттің басқа
зоналарына былай пудраны жағып шығамыз. Неге байқап отырғаныңыздай ешқандай тональный крем жағылып тұрғаны білінбейді. Сондай болу керек әрдайым. Ал енді келесі біздің контурированияға көшеді. Бүгін мен контурированияны мына эстрада палеткасымен жасаймын. Ол үшін қараңыздар. Мұнда да бізде арнайы ережелер бар. Ең алдымен ереже бойынша біз қоңыр түсті жағамыз. Мына қоңыр түсті жағамыз. Бұл қоңыр түсті жаққанда көп қыздар мына жеріне дейін жағып тастайды. Осы жеріне дейін немесе дұрыс емес жағады. Қазір мен сіздерге қалай дұрыс жағын көрсетемін. Ең алдымен жаңағы мына продукты біраз ғана аламыз, қағамыз. Сосын міне беттің скуласын өзіміз ең алдымен қолымызбен ұстап аламыз, көреміз. Мына жерде менің сүйегім басталады. Мына жерде уже сүйек сыртына қарай шығып тұр. Мына жерде ішіне қарай кіріп кеткен. Осы менің скулам дейді. Вот енді скуланың линиясын жасағанда қастарыңызды қарайсыздар. Қастарыңызбен тура перпендикуляр түсетін болсаңыздар, онда осы жерде жаңа қара түс біту керек. Былай ғана. Бітті. Осы бір рет жағып алдық. Енді мына кисточкамызды тазартамыз. Сосын енді мына түсті ары қарай түсті жұмсартамыз. Жұмсартқан кезде астына қарай емес, үстіне былай. Ұстайсыздар, үстіне, ұстайсыздар, үстіне, ұстайсыздар, үстіне. Сонда бізде лифтинг эффект болады. Лифтинг. Келесі ол бізде негізі осы контуринг әрпімен болу керек. Былай, сосын былай. Қалған екі линияны жасап шығамыз. Маңдайға мына менде мына жерде ашық шаштарым бар. Соны қараңғылату керек біраз. Егер сіздерде маңдайларыңыз менің сияқты үлкен болатын болса, примерно былай сурет саласыздар. Осы жер ақ болу керек. Ал қалған жері қараңғылау болу керек. Сосын Гуара Ветисян сияқты. Гуара Ветисян қалай жасайды? Дәл сол сияқты мына көзіміздің сүйегінде біраз қарайтып, оны да былай үстіне көтеруге болады. Кез келген уақытта әрине қолымызбен көмектесуімізге де болады. Енді мына жерде қараңыздар. Мына жерде бізде бір теп-тегіс линия болып, сызық болып қалды. Бізге бұны біраз сурет салу керек. Сондықтан жаңағы кисточкаға қайтадан біраз продукты аламыз да, сосын мына жерге дейін ғана біраз түсін қанықтырақ қыламыз. Көрдіңіздер ме? Маңайы жай ғана қоңыр түс. Ал мына жерінде қараңғылақ, қанықтырақ түс болады. Мына жерде де дәл солай қанықтырағын қосуға болады. Міне айырмашылығын байқап отырғаныңыздай, мына бетке контуринг жасалған, ал мына бетке контур жасалынбаған. Ал енді келесі қадам ол бізде румяна. Румянаның қазақшасын қалай айтуды білмеймін, бірақ румяна дей берейінші. Міне румянаны дәл солай аламыз, қағамыз. Яғни біздің кисточкада әрине кішкене ғана продукт болу керек. Енді күлеміз. Күлген кезде міне алмасы тұр. Міне румянаның, біздің скуламыздың алмасы тұр. Сол алмаға ғана жағып шығамыз. Және алмаға жаққанда, міне контурдың қоңыр түстің межелерін көріп тұрсыздар ғой. Сол меженің үстінен ғана, мына жерде ғана
румяна болу керек. Міне. Және тағы бір айта кететін зат, ол мысалға менде мынау ашық күлгін түс, иә. Бар осындай персиковый дейді. Персиковый түстер бар. Мысалға ашық күлгін түсті жағатын болсаңыздар, онда сіздердің беттеріңіз визуально арық болып көрінеді. Ал егер жаңағы персиковый оттенокты жағатын болсаңыздар түсті, онда сіздердің беттеріңіз визуально толық болып көрінеді. Негізі мода бойынша румянаны мына жерге де жағып қоюға болады негізі. Кейбіреуі мұрынға жағып жатады. Бірақ біздің бүгінгі сабақ ол туралы емес. Сосын жаңағы міне әрпін жасадық қой. Сол әрпін үстінен ақырындап румянамен оны тегістейміз. Яғни мына скуламыздың үстінде румяна жағып тұрса, онда демек ол түгел бетімізде әдемі болып тұру керек. Ал енді келесі, ол бізде хайлайтер ретінде мен осындай қабаққа арналған түсті жағамын. Art Visage 120-шы түс. Осы хайлайтерді саусақпен болады негізі. Саусақпен былай жинаймыз ақырындап. Міне. Көрдіңіздер ме? Қатты жаққан кезде қалай олар. Енді хайлайтерді міне өз көресіздер светке. Сол свет кезінде қай жері жылтыраса, сол жерге жағу керек. Міне, көрдіңіздер ме? Міне, яғни хайлайтер бар саусақпен жағамыз, сосын таза саусақпен жаңағы блендер жасаймыз. Мына қастың астына да ұмытып кетпеу керек. Сосын көздің бұрышына алып, міне. Көрдіңіздер ме? Міне. И так, жарқырап тұр міне мына жерім. Сол жарқырағанды жай ғана біраз қаттырақ жарқыратамыз, бітті. Бұл сәтте әрдайым хайлайтердің қанықтылығын өзіміз қадағалап отырамыз айна арқылы. Сосын хайлайтерді еріннің үстіне, мұрынның мына переносица дейді ғой, жарқырап тұрған. Соған. Сосын мына жерге жағып қоюға болады. Сосын кейде қастың үстіне де жағып қоюға болады. Мінеки осылай достар, бүгінгі менің бейнебаяным соңына жетіп қалды. Осындай әдемі тонды қалай жасау жайында бүгін айтып бердім. Сіздерге міндетті түрде ұнайды деп үміттенемін, және қандай да бір көмегім болды деп үміттенемін. Осы менің сабағымды қарап, дәл үйде осындай сабақты қайталап көріңіздер, мен өте қуанышты боламын. Ал ондеше менің мына бейнебаяныма лайк басып, менің парақшама жазылуды ұмытпаңыздар. Көріскенше сау болыңыздар.